Саламатсыздар құрметті оқушылар. Бүгін бізде 8 сыныптың геометриясы берілген. Тікбұрышты үшбұрыштың бізге екі катетін берген. А 3-ке тең, Б 4-ке тең. Бізге соның гипотенузасын табу керек. Мынау бізде катет, мынау екінші катет, мынау бізде гипотенуза. Бұл жерде бізде гипотенузасын табу үшін біз Пифагор формуласын қолданамыз. Яғни Пифагор формуласы бізде с квадрат тең а квадрат қосу б квадрат болады. Бұл жердегі мына екі катет, екеуін квадраттап қосасыңдар, болады 25, оны түбірасынан аламыз, 5 болады. Неге плюс минус 5 емес? Себебі геометрияда біз тек плюс санын аламыз. Негізі плюс минус 5 шығады, бірақ біз 5-ті ғана аламыз. Значит, мына гипотенузамыз 5-ке тең болады. Осы жерде енді бізге бұрыштарын табу керек. Синус альфа дегеніміз, мысалы, мынау бұрыш нешеге тең екенін табу үшін, ол синус альфа қарама-қарсы жатқан катеттің гипотенуза қатынасы, яғни мынау катет 3-ке тең, ал гипотенуза бізде 5-ке тең. Ал синус бетаны табу үшін, ол мынау бұрышқа қарама-қарсы жатқан катеттің, яғни 4-тің 5-ке гипотенуза қатынасы. Косинус альфа керек болатын болса, ол іргелес жатқан катеттің, яғни бұрышқа іргелесіп жатқан, ол мынау міне. Көрдіңіздер ме? Іргелесіп жатыр, жанасып жатыр қасында. 4-тің, яғни 4-тің гипотенузаға қатынасы. Ал косинус беттаны табу үшін біз осы бұрышқа іргелесіп жатқан, ол уже 3-тің 5-ке қатынасы. Тура солай бізде екінші тапсырмада берілген. Екінші тапсырмада тура солай біздегі А берілген 9, Б бізде 40, С-ны табу керек. Ол үшін не істейміз? Біз тағы да Пифагор формуласын қолданамыз. Каждыйын квадраттап қоямыз. С бізде 41-ге тең болады. Гипотенузаның орнына 41 жазасыздар. Синус альфа дегеніміз альфаға қарсы жатқан катеттің гипотенуза қатынасы. Беттаны табу үшін осыған қарсы жатқан катеттің 9-ның 1-ге қатынасы. Келесі косинус альфаны табу үшін ол іргелес осы альфа бұрышына, мына альфа бұрышына іргелесіп жатқан катеттің гипотенуза қатынасы. Бетаны табу үшін осыған іргелес жатқан катеттің гипотенуза қатынасын береді екен. Енді келесі есепте қарастырайық. Келесі есеп қарастырайық, пока жазып алыңыздар. Так. Келесі 1, 2, оңай дедіңіздер, енді үшінші есепті көрсетейін сіздерге. Так, гипотенуза және сүйір бұрыш бойынша дейді. Үшбұрышымызды салайық, мына тікбұрышты үшбұрыш, соның үшіншісін қарастырайық. Бұл жерде бізге не берілген? Берілгені с, яғни с деген гипотенуза берілген. Альфа 20 градус берілген. Болды, осы арқылы біз оның несін таба аламыз? Гипотенуза және сүйір бұрышы бойынша бізге табу керек. Белгісіз қабырғаларын, яғни А мен Б-ны табу керек. Мынау бізде 2-ге тең гипотенуза. Мынау А және Б белгісіз. А мынау С бір бұрышы бізде 20 градусқа тең. Ал значит, мынау бұрыш нешеге тең болады? Егер мынау тік бұрыш болатын болса, а біз білеміз, үш бұрыштың ішкі бұрышы максимум 180-ге тең. Мынау 20, мынау 90 болатын болса, 180 градустан 90 қосылған 20-ны азайтып тастаймыз. Сонда ол бізде 110, 70 градус болады. Мынау сонда бізде 70 градус. Олай болатын болса, бізге енді табу керек А-ны. Допустим, А-ны табайық. А неге тең? Яғни синус альфа, ол бізде неге тең? Синус альфа мынау болатын болса, оған қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Яғни А-ның біздегі 2-ге қатынасы. Ал синус альфа дегеніміз бұл жерде бізде 70 градусқа тең. Синус альфа тең А бөлу 2-ге. А-ны табу үшін мен 2-ні синус 70 градусқа көбейтемін.
Сонда менде А-ның мәні шығады. Ал B-ны табу үшін мен енді мынау B-ны табу үшін мынау бұрышқа қарсы жатқан катетті аламын. Яғни синус 20 градусқа қарсы жатқан катет ол бізде B, оған бөлем мен 2-ні, гипотенузаны. Сонда болады менде 2 синус 20 градус, ол менде B-ға тең. Бұл сонда менде 2 синус 20 градусқа тең. Осылай қалдыра салуға болады, болмаса мынау синус 70 деген мәнін табамыз. Нешеге тең? Және синус 20 деген градустың мәнін кестеден қарауға болады, немесе калькулятормен табамыз. Синус 20 градус. Так, қазір инженерный синус функции тригонометрии синус 20. Давай қазір 20 синус 0,34. Сонда А тең, B тең 2 көбейту 0,34 болады. Жауабы 0,68. Синус 70-ті көрейік енді. 70 тригонометрия синус 0,93, 0,94 деп айт. 0,94. Сонда бұл бізде болады А тең 1,88 болады, иә?